Assalamualaikum урматтуу мекендештер. Көпбөр боюнча Кыргызстан Құрметті спорт телеарнасының көрермендері, өздеріңізбен еліміздегі тұңғыш спорттық арнаның эфирінде қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Бұл көкпардан бірінші әлем чемпионаты. Астанада орайы 25 градус жылылықты көрсетеді. 5 км сағатына жел соғып тұр. Лебес тұр деп айтсақ болатын шығар. Ең қызықты бәсекелердің бірі Қырғызстан Республикасының құрама көкпар командасы мен Өзбекстанның құрама көкпар командаларының арасындағы Қазақстанның оңтүстігінің екі шетін алып жатқан екі команданың тартысты бәсекесіне куә боламыз. Құрметті көрермен, бұл ойынға төрелік ететін төрешілер сіздердің назарларыңызда Бақытжан Төлеген ортадағы төреші, Батырбек Мұсаев, Бақытжан Кенжебеков және Қуаныш Қайрат. Қуаныш Қайрат Ресей Федерациясының атынан қатысып отырған төреші. Сонымен қос мемлекеттің гимні қазір біздің назарда. Өзбекстан.
басып, қос елдің ұландары өз мемлекеттерінің әнұран шырқады. Туғандар құттықталыңыздар. Енді екі мемлекеттің құрамымен таныстырайық. Өзбекстанның жігіт қатысымда өнер көрсетеді. Захиджон Букабаев, Збасор Азимов, Заман Тюмебеков, Жаникул Умаров, Тулякан Маликов, Төлеген қояды қазақшаласа. Шерали Биркулов, Азамат Холмирзаев, Жамалуддин Нумирзаков, Шерзот Нуралиев, Алишер Расулов, Салим Собиров, Кудрат Жураев. Міне, Қырғызстан мемлекетінің құрама командасының тізімі сіздердің алдарыңызда. Оразбаев Жолдошбек, Жоки деп атайды көбісі. Қабылбеков Тыныштық, Кубаныш Султанұлы, Замирұлы Таштемир, Акбар Имсамбеков, Батырбекұлы Асқат, Ечеев Қарпбек, Қойчукеев Нұрмамбет, Раушанұлы Урмат, Мелесбекұлы Нұржан, Тыналиев Рустам, Анарбекұлы Сейтбек. Міне осы жігіттер Қырғыз құрамасының сапында өнер көрсетеді. Төрешінің ысқырығы естілді, атқып алға шыққан екі команданың жігіттері. Қараңыздар, бірден қалай жабады. Міне жігіттердің баршасы әуелі Қырғыз құрамасының тактикасын қарап отырсаңыздар, қарсыластарын жауап алады. Бірақ дегенмен 9-шы нөмірдегі Өзбекстан құрамасының спортшысы Шерзот Нуралиев оған қараған жоқ. Бірден дегеннен Серкенің тақымға басып шабуылға көшті. Шерзот Нуралиевтің тақымындағы Серкеге жабысқан Қырғыз құрамасының палуандарын көріп отырсыз. Бірақ не деген тақымкеш палуан. Жалпы құрметті көрермен, Құдірет Қожа деген осы өзбекстандық құрамада өнер көрсеткен азамат бар. Енді қазір жасы егде тартып қалды. Бірақ сол Құдірет Қожаның тақымы әлі күнге дейін Қырғыз-Қазақ Өзбектің арасында аты аңызға айналып келе жатыр. Қырғызстандағы халықаралық бір турнирде Қырғыздың бірінші нөмірлі құрамасынан Өзбекстанның жігіттері ұтылып жатқан кезде Құдірет Қожа сол ең соңғы 3-ші таймда, жалпы Қырғыздың ережесінде 3 тайм ойналады 20 минуттан, сол 3-ші тайм бойы, яғни 1 тайм бойы 20 минут тақымға басқанда отырып алған. Сонда бүкіл Қырғыздың жігіттері атпен ары соғып, бер соғып, екеулеп жабылып, үшеулеп жабылып тартып, Құдірет Қожаның тақымынан Серкен ала алмаған екен дейді. Осы оқиға әлі күнге дейін Қырғыз-Қазақ Өзбектің арасында аңызға айналып бара жатыр. Дәл сондай оқиғаны Қазақстан құрамасының сапында өнер көрсеткен көкпардан Әулиеата сапындағы 9 дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы Жұлдызхан Тайырбеков те қайталаған болатын, құрметті көрермен. Сондай тақымкеш палуандар шыққан елдің жігіттері, міне өзбек палуандары Қырғыз құрамасымен қазір бақ сынауда. Тақымдарының қалай таста екенін көріп отырсыздар. Міне жұлып ала алмай жатыр екеуі бір-бірінен, тіпті аттар бір-бірімен сен қозғалғандай кәдімгідей жабысып қалып жатыр. Десек те бірінші нөмірдегі Оразбаев Жолдашбектің күші 4-ші нөмірдегі Жаникул Умаровтың өзбек палуанын тақымынан суырып алуға жетпеді. Өздеріңіз көрдіңіздер. Тақымға басқан Серкені қазір мәреге апаруға шақ қалып тұр. Қырғыз құрамасының қорғанысы өте тамаша. Аттар айналдырып, бер айналып жүргенмен Жолдашбек Оразбаев қазір қай жақтан келсе де кәдімгі қырғыздың аттары жедел жәрдем сияқты жан жақтан жетіп қалады. Сөйтіп қорғаныста тамаша өнер көрсетуде. Міне деген Серкені тақымнан шығарып алды. Тіпті өзі ерден ауып біткенін көрдіңіздер. Десек те ол аса бір қатты кедергісін келтірмейді. Басқа өзбек палуандары алаңға шығуға дайын. Міне тартыс, міне талас. Қырғыз құрамасының жігіттері Серкені тақымға басып алған сол еді. Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Сіздердің назарларыңызда Қырғыз құрамасының бапкері Ислам Тазабеков. Ислам Тазабеков те талай чемпиондарды даярлаған бапкерлердің бірі, хан бірегейі. Сонымен ортада жекпе-жек сайысы 9-шы нөмірдегі Урмат Раушанұлы Қырғыз құрамасының атынан, ал Өзбекстаннан Букебаев Захиджон жекпе-жекте өнер көрсетуде. Урматтың астындағы аты Ахиллес, сарғырлыққа аты шыққан Ахиллесті алып қойған. Міне Захиджонның аты қандай мықты десеңізші. Міне қырғыздар қай жерден болсын жабысып алды Серкеге.
бірақ Урматтың тақымында кетер ме екен, әлде өзбек палуаны бірінші болып тақымға баса ма? Әттеген екеуіне де бұйырған жоқ. Букебаев Захитжон бар күшімен Серкені тартқан болатын, бірақ атынан өзі ауып кетті ерінен. Мы снова рады приветствовать вас в эфире нашего телеканала, уважаемые друзья. И в рамках чемпионата мира по кокпару мы видим среднеазиатское дерби. Встречаются сборные Кыргызстана и Узбекистана. Причем первые, кыргызы имею в виду, являются фаворитами в этой игре. Ну и в принципе в рамках всего чемпионата можно смело зачислять кыргызских кокпаристов в число сильнейших. Мы видели их первую игру с монгольской сборной, тогда очень хорошо, очень ярко поиграли обе команды с минимальным счетом. Ну, привыкли мы, если честно, к большим разгромным результатам на этом чемпионате мира. Ну и представляет нам Рахимжона Хажиматова, это Жимотова, тренера сборной Узбекистана. Так вот, привыкли мы, конечно же, к большим разгромным счетам на этом чемпионате, поэтому 4-0 это не самый большой результат. Сборная Кыргызстана несется вперед, ну и вот такой вот нет, все-таки, кажется, не до конца. Или все-таки вошло? Урмат Раушанұлы. Қазір төрешінің шешімі шықты. Төреші бұл шабуылды салым деп шешкен екен. Және біз қазір қайталап көріністен байқаймыз. Урмат Раушанұлы енді астындағы аты Ахиллеспен шабатын атақты палуандардың бірі. Көрейік, мына жерде қайталап көріністе Серкені бірінші жерден көтерді, жекпе-жекте жеңді. Солайша тақымға басты да міне шабуылға шыққан сәті Ахиллес ақтанауын желбіретіп шауып келе жатыр. Сөйтті де міне дәл осы жерде Серкені тастап кетті. Және бұл салым болып саналды. Құрметті көрермен, қазір бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша қайталап көріністен нақты жерде жатқан сәтін көрсетеміз. Ешкімде дау болмайды. Бұл әрине төрешінің шешіміне біз қай кезде де қолдауға тиістіміз ғой, өйткені алаңның иесі осы Бақытжан Төлегенов. Жалпы еліміздегі еңбек сіңірген жаттықтырушы, елімізге Бақытжан Төлеген халықаралық дәрежедегі төрешілердің бірі. Қараңызшы, Ахиллестің қалай қозғалатынын шіркін-ай. Осы өткен жылы көшпенділер ойындарында осы жекпе-жектің ең атақты аттарының бірі Ахиллесті алып шыққан кезде қазақтан барған лазер осы Ахиллесті алып қойған болатын. Оны біз әрине мақтанышпен айта аламыз, өйткені жекпе-жектің аттары өте бағалы саналынады көкпарда. Сонымен 9-шы нөмірдегі Урмат Раушанұлы командалық әріптесіне Серкені ұзатып жібергенін көрдіңіздер. Қараңызшы, қамшысы түсіп кетті. Серкені оң қапталына алған кезде өмілдірігі атының ерді қалай ұстап тұрғанда көріп отырсыз. Міне бұл тамаша салым болуға тиісті. Тамаша, құрметті көрермен. Бұл 7-ші нөмірдегі Қарпек Ечиев болатын. Қарпек Ечиевтің орындауындағы салым өте тамаша. Қарпек Ечиевтің астындағы аты Ерке Торы. Енді өздері Ерке Тору деп айтады. Десек те, қазақшалағанда Ерке Торы Ахиллестен пас алды да. Қараңызшы мына жерде. Қамшысы аузынан ұшып кетті. Серкенің ауырлығын көрдіңіз бе? Қандай мықты палуанды тартып бара жатыр жерге. Бірақ ойын алаңның сыртына шыққан жоқ. Әдемілеп тұрып тастаған кезде Серкені дәл мәренің қақ ортасына әкелді. Екі команданың да аттары өте ұшқыр. Сөреден шыққаннан кейін кіші шеңберге қалай жеткенін тіпті байқамай қаласың. Тағы да Серкені тақымға басуға ждақаттықпен қараған қырғыз құрамасының жігіттері алған еді, бірақ ойын алаңның сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы орын алатын болады. Кездесудің тура бел ортасындамыз. Есеп 2-0 қырғыз құрамасы алда. Тыныштықбек Қабылбеков пен Заман Түймебековтің арасындағы жекпе-жекті көріп отырсыздар. Тыныштықбек
Көкбаевтың астындағы атын Сұңқар деп атаған екен. Күрең ғой деймін шатаспасам. Иә, күрең қасқа секілді. Күрең қасқа тор қасқадан алып алды. Мәре сызығының тура түбінде, бірақ жоқ, салым, тамаша салым. Аттың алдыңға тұяғы тиген кезде бәлкім өтіп кетер ме деп едік. 3-ші нөмірдегі ат екен, 3-ші нөмірдегі ат. Атаман әдемі салымға қол жеткізді. Көрдіңіздер. Сұлтанұлы Кубаныч жеке дара шығып кетті. Енді бұл жерде салым салмасқа болмайды. Ентелетіп, еңкейді апарып осы жерді тастаған кезде, аттың алдыңғы тұяғы тиген кезде біз ойлағанбыз мәреден өтіп кетемі деп, бірақ Серкенің өз салмағы өзін ұстап қалғанын көрдіңіз. Қос аяғын алдыға ытқып тастап, өзбек қырғыздың аттары шеңберде жатқан Серкеге ұмтылуда, бірақ 8-ші нөмірдегі Тұман дейтін аттың көзі тұманданып кетеді ғой деймін. Басы қайтпай жатыр. Ойын алаңның сыртына бір-ақ алып шығады. Урмат Раушанұлы мен Захиджон Бүкібаевтың арасындағы жекпе-жек. Екеуі де торғасқа, ақтанау Ахиллес. Кім бірінші болып Серкеге еңкейер екен? Жақындатпай тұр қазір қарсыласының тұлпарын. Міне, Урмат Раушанұлы Серкені еңкейіп тақымға басып алды. Ай, аттеген ай! Бірақ бұл жерде төрешінің шешімі өзгерген жоқ. Расымен де ол төрешінің шешімі өте бұл жерде дұрыс деп айтуға толықтай қолдаймыз. Өйткені еп жатқан жағынан, яғни Серкені басып жатқан жағынан соққан жоқ. Оның үстіне атты қатты тізгіндеген жоқ. Қазір төрешінің сазы болмаса көк қағазы көтерілуге тиісті. Сары қағаз көтерілді. Сары қағаз көтерілгеннің себебін түсіндіре кетейік. 13 нөмірдегі спортшы Қырғызстан құрамасының ойыншысы Мелисбекұлы Нұржан, яғни жекпе-жек аяқталмай тұрып, ортадағы шеңберге кіріп кетті. Ереже қатал. Алдыңғы қос аяқ кірді ме? Болды. Сары қағаз көтерілуге тиісті. Захиджон Бүкібаевтың тақымында Серке. Қазір Қырғыз құрамасының жігіттері Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жүрді. Нұржан Мелисбекұлы 5 минуттық қаранарға отырғызылды. Міне, өздеріңіз көріп отырсыз, өзі де аты да отыратын болады. Міне, көріп атсаңыздар, мына жерде кіріп кеткенін байқау қиын емес. Ішіне қарай 13 нөмірдегі Нұржан Мелисбекұлының 11-ші нөмірдегі Әлшер Расулов, жоқ, кешіріңіздер, Салим Собиров және Кубаныш Сұлтанұлының арасындағы жекпе-жекте Кубаныш Сұлтанұлы атаман дейтін айғырмен бұл жекпе-жекте де жеңіске жеткенін көрдік. Серкенің артын көтеріп, әдемілеп тұрып тақымға басып алды. Екі жағынан бірдей өзбек балуан жабыса қалды. Қалай болар екен? Көрейікші. Сүйрек бітер ме екен? Әй! Міне, екеуі де ер екен. Сұлтанұлы Кубаныш. Сұлтанұлы Кубаныш ойынның 17-ші минуты, және бұл салым бола ма екен? Жоқ. Салым емес. Сұлтанұлы Кубаныштың тақымында жеке дара қалды. Бұл енді нақты салым. Ойынның 17-ші минутында, құрметті көрермен, Сұлтанұлы Кубаныш атаман дейтін күреңмен Қырғыз құрамасының қоржынына тағы бір салымды салып алды. Міне, жекпе-жекте қалай жеңіп шыққанын көрдіңіз. Артқа қос сирағына қос қолын тастап жабысса да өзбек балуаны
серкені алып қала алмады. Әрине қолдың күшімен тақымның күшін салыстыру сөгеттік болатын шығар. Бұл жерде Сұлтанұлы Кубанч негізінен серкені тастауға тырысқан, бірақ екі жақтан жармасқан өзбек балуандарын көрдіңіз. Күреңді құлатып алды. Аттың екпінімен ешкім соққан жоқ. Осы үшін де төреші бұл жерде ешқандай да қағазын көтермейді, ешкімге ескерту жасамайды. Ол яғни ойын барысында болған дүние екені түсініп тұр. Есеп 4-0. Қырғыз құрамасы алда келе жатыр. Өзбек балуандардың серкені тақымға басқанын көрдік, бірақ көзді ашып жұмғанша қайтадан ойын алаңның сыртына шығып кетті. Бақытжан Кенжебековтың қызыл жалауы көтерілді. Ортадағы төреші Бақытжан Төлеген. Тиісінше екі командадан бір-бір азаматты ортадағы жекпе-жекке шақырды. Ортадағы жекпе-жекте қазір өнер көрсетіп отырған палуандар Умаров Жаникул, және Урмат Раушанұлы. Урмат Раушанұлы тағы да серкені тақымға басты. Ары қарай шабуыл жасауға құлқы бар ма екен? Әзірге серкені дұрыстап басып алуға барша тырысуда. Кездесудің аяқталуына небәрі 30 секунд қана уақыт қалды. 4-0 есебімен жеңіп келе жатыр. Салымды болар ма екен бірінші кезеңнің қорытындысында? Қайдан бірақ қалған 20 секундта үлгере алмайтын сияқты. Әлде қозғалар емес, тақымға басуға мүмкіндік берер емес өзбек балуаны. Бұл жерде кішкене ептілік керек сияқты екі балуанға да. Серкені қалай басып аларын Урмат Раушанұлы әзірге нақты білер емес. Ахиллестің басын бірінші оңға, сосын солға бұрып алып, ары қарай шығып кетейін деп еді, бірақ серкені жерге түсіріп алды. Тиісінше төрешінің ұзақ сықырығы естілді. Бұл алғашқы кезеңге берілген 20 минуттың аяқталғанның айғағы болса керекті. Құрметті көрермен, бірінші салымда көп жанкүйерлері жоққа шығару мүмкін, сондықтан дәл қазір қайталап көріністен біз байқайтын боламыз, қандай салым болғанын және қалай түскенін. Оны біздің режиссерларымыз дайындап қоюға тиісті. Міне өздеріңізге көрсеңіздер, бұл жерде өзбек балуанның аттан сыпырылып түсіп қалғанын байқау қиын емес. Әрине өзінің инерциясымен, өзінің күшімен кетіп қалды. Бауырлас қос мемлекет, өзбек те, қырғыз да қазаққа жат емес. Міне алғашқы салым осы болуға тиісті. Урмат Раушанұлы. Серкені міне осы жерде тастаған шеңберге, және шеңбердің дәл ортасында жатпаса да жиегіне тимегендіктен бұл салым саналды. Құрметті көрермен, екінші кезеңде өзбек балуандары қандай өнері көрсетеді, оны біз пайымдап бағамдап көретін боламыз. Десек те, қырғыз бен өзбектің арасындағы бәсекенің тартысты өтіп жатқаны бәрімізге мәлім болып отыр. Есеп 4-0. Қырғыз құрамасы алда. Да, все-таки Кайырхан виден невооруженным взглядом класс кыргызских кокпаристов, и даже не по самой игре, как они ведут тактику, как они борются за каждый буквально сантиметр ипподрома Казанат. Они играют очень рационально. Мы видели, как они в противостоянии с монголами забили всего 4 гола. Но это как бы, наверное, кому-то покажется мало, кому-то много, но мы видим здесь такие счета, как и 11-1 и 12-2. Ну, самое главное, что, на мой взгляд, кыргызы где-то берегут свои силы, потому что они понимают, что самый главный соперник, а это сборная Казахстана, ожидает их впереди, и поэтому, конечно же, нужно беречь свои силы, свои кондиции для того, чтобы достойно сразиться с хозяевами соревнований. Первый период завершен, уважаемые друзья, и сейчас нашему вниманию
Готовы к старту кокпаристы Узбекистана, Кыргызстана. Сейчас они рванулись вперед к малому кругу. Кто успеет первым? Вроде бы как пытались узбеки работать первым номером, но с первой попытки не удалось кыргызскому кокпаристу взять серьги в свои руки. Ну и сейчас 8-й номер сборной Узбекистана Жамалиддин Омирзаков попытался. Да, получилось у него взять серьги в свои руки, но разгоряченный конь выскочил за пределы поля. И сейчас идет опять ижек-пижек, Кубаныч против Букабаева. Ну, вообще, сам кокпар, несмотря на то, что это игровой вид спорта на лошадях, тем не менее он включает в себя много элементов из других национальных видов спорта казахских. Это тебе ижек-пижек, когда вот видите, в противостоянии в этом кругу нужно, во-первых, поднять эту тяжелую тушу, но еще и удержать ее, потому что соперник не дремлет, он каждую секунду готов к тому, чтобы забрать эту тушу себе. Ну и плюс вот здесь вот вы видите, как вырабатывается, ну, что говорить, очередной гол, очередная феерия от кыргызских кокпаристов. Как настоящие американские баскетболисты, они закидывают очередной раз. 3-й номер сборной Кыргызстана Султан Улы Кубаныч. Знакомая нам фамилия, молодой спортсмен сборной Кыргызстана. Забивает свой 3-й гол в этой игре. Хет-трик. В принципе, очень даже хороший результат. Я думаю, на этом он не остановится, будет еще показывать свое мастерство. Заправки он закидывает на самом деле. Точно подрасчитал он траекторию и закинул как нужно. Так вот, кокпар включает в себя элементы жек-пижек, элементы байги, потому что нужно мало того, что схватить, удержать, нужно еще и грамотно довести до цели. Так вот, и в этом и вся красота кокпара, его многофункциональности, потому что нужно показывать все. Ну, видим, мы раз за разом выпадают из седла узбекские кокпаристы. Понимают они, что гораздо выше класс у кыргызов, и тем не менее, несмотря на такое вот психологическое где-то расстройство, тем не менее, они пытаются играть. Ну, а кыргызы спокойно делают свою работу. Они понимают, что спустя 2 минуты практически мы видим, как Карыбек Эшиев сумел загатить очередной гол в ворота. И 7-й номер сейчас спокойно идет отдохнуть в стан своих земляков, своих коллег по команде. Вы знаете, что всего в команде 12 человек, из них 4 играют постоянно на поле. То есть можно меняться постоянно. Ну и вот Кайрхан говорил также о лошадях. На самом деле среди настоящих кокпаристов ходят самые, что ни на есть, настоящие легенды о конях, потому что для казаха, для кыргыза, для любого представителя кочевой культуры конь являлся практически чем-то святым. Это очень близкое животное, поэтому в степи всегда уважали лошадей. В голодные времена они нас спасали, во времена войн также были нашими самыми близкими друзьями, поэтому на самом деле целые легенды ходят о конях. Вот 9-й номер сборной Кыргызстана Раушан Улу Урмат, вот мы видим его на коне по прозвищу Ахиллес. Ахиллес — это на самом деле гордость не только команды, но и всей Кыргызской республики, можно так сказать, потому что на прошедших всемирных играх кочевников, которые были в прошлом году, именно Ахиллес настолько удивил всех иностранных гостей, что о нем еще очень долго говорили. Поэтому не только сами всадники, но и лошади играют очень большую роль в кокпаре. Бірақ дәл қазір Қырғызстан құрамасының жігіттері осымен 2 шабуылдардың нәтижесі аяқтап отыр. Поторопились, да, где-то они в Казаках. Жаңа ғана құрметті телекөрермендер, Аян Ахиллес туралы айтқан кезде Урмат Раушанұлы 10 нөмірдегі Бойко дейтін сәйгүлікпен шапқан. Бойко дейтін тұлпарда, енді тұлпарда да тұлпар бар, қазанаты бір бөлек дейтін қалыппыз ғой, сондықтан сол қазанаттардың бірі.
өте абыройлы аттардың қатарында екенін айта кетуіміз керек. Жалпы командалық тартыс. Ну, я хотел бы добавить, Каирхан, что у нас тоже есть истории, знаменитые свои кони. Достаточно вспомнить, он не участвовал, этот конь, в Кокпаре, но зато он является первым олимпийским чемпионом, вышедший из нашей страны. Это Абсент. Абсент – это на самом деле целая история, легенда всего казахского коневодства. В 60-м году на Олимпиаде в Риме Абсент завоевал самую главную награду, и вот несколько лет назад ездили мы в Луговое, и там, Жамбылской области, там увидели памятник этому легендарному коню. Очень много потомков осталось от этого коня, и сегодня они также участвуют на различных соревнованиях. Қазақтың намысын қорғаған ең атақты аттардың ішінде осы Абсент болатын болса, сол Абсенттің ізін жалғаған Лазер дейтін сәйгүлік бар. Жекпе-жекте көкпарда ортаның шаң шығаратын сәйгүліктің бірі, ешқандай ат оған сонау 2004 жылдардан бастап бүгінге дейін теңескен емес. Қазір енді кішкене жасы да кеп қалды деген сияқты, жас келген сайын күші де кетеді дегенмен Лазердің абырой атағы жер жарып тұр. Қазақтың намысын қаншама рет қорғады және еліміздің туын жерге жыққан емес. Ол Абсенттің артын жалған Лазерде Жамбылдың топырағында. Әулиеата көкпар командасына тиесілі ат сол Лазер. Одан бөлек жалпы Қазақта аттар өте көп. Маңғыстаудың қазір таңда Одиі бар, Алматы облысының Байторысы бар. Енді жекпе-жекке шығып жүрген аттар өте көп. Міне өзбек балуандарының тамаша шабуылы. Бұл бірінші нөмірдегі Букибаев Захиджон. Все-таки разбили счет узбекские кокпаристы. Поздравим эту команду, потому что тяжело им было играть с кыргызскими кокпаристами. Тем не менее, первый номер сборной Узбекистана Захиджон Букибаев сумел забить гол престижа. Ну, на этом они не остановятся, как думаешь, Каирхан? Әрине, Өзбекстан палуандары да соңына дейін айқасқа бел буған жігіттерден жасақталған. Қазір жекпе-жек сайысында Захиджон Букибаев серкен тақымға басып шығып, жалғыз өзі жеке дара келді де дәл мәренің ортасына серкен тастап кеткенін көріп отырмыз. Қайталық көріністен мәреге жетпей жатып, серкен тақымнан шығарып, әдемілеп тұрып, екпінін әдем пайдаланды. Бұның барлығы да тәжірибе. Дегенмен де енді өзбек палуандарына қарағанда қырғыз құрамасының тәжірибелі екенін айтудың қажеті жоқ деп ойлаймыз. Сондықтан жалпы ат мәселесіне келген кезде қырғыз бен қазақтың арасында, құрметті көрермен, арасында да мақтанатын сәйгүліктер көп. Бастысы елдің рухын, жігіттің намысын, атағын шығаратын осы сәйгүліктер. Мәселен, Лазердің өзі Жұлдызхан Тайырбековтың атағын аспанға әуелетті. Құлажан Тоғайбаевты шығарды, Атамекен Нұрсүтемовті шығарды, бүгінгі таңдағы Құрманбек Тұрғанбекті шығарды, Әбуғали Абжаппаровтың атын мерейін үстем етті. Одан қала берді Нұрдәулет Момуновтың өзінің де талай лазермен шапқанына куә болғанбыз. Қазір бірінші нөмірдегі құрметті көрермен Оразбаев Жоки Дехбат Жолдашбектің тамаша салымына куә болып отырсыздар. Ойынның екінші кезеңінің тура бел ортасында есепті 8-1-ге жеткізіп отыр. Енді тақымға серкет тисе, бұл жерде аттың ұшқырлығы өте маңызды рөл ойнайды. Ал қырғыз құрамасының аттары осы көбінесе жылдамдыққа жұмыс істейтіні әмбеге аян және бастарының қайым болуы да осы көп салым салуға мүмкіндік береді, ойнатып алып келеді деген секілді. Қайталап көріністен тамашаласаңыздар, шынымен де тура мәренің сызығынан айнымай барғанын өздеріңізден көрдіңіздер. Сонымен ат тақырыбындағы әңгімеміз таусылмайды, онда таңды таңға ұрып жалғастыра беруге болады. Ал дәл қазір ойынға келетін болсақ, өзбек балуандары серкені тақымға басуға дайын. Қараңыздаршы, қандай тартыс, қандай бәсеке, жарайсың. Өзбекстандық балуан аттың тура мойнына түсіп кетсе де әлде серкені берер емес, және өзінің командалық әріптесі 9-шы нөмірдегі Шерзод Нұралиевке
Серкені асырып жіберді. Шерзод Нұралиев қазір тамаша шабуылды бастаған көріп отырмыз. Күрең қасқа жалғыз өзі келді, тоқтады. Кішкене күту керек еді қарсыластан қорғансын. Тамаша салым. Есеп 8-2. Екінші салымның авторы ойынның 31-ші минутында Шерзод Нұралиев болды. Шерзод Нұралиев өте тамаша. Өзбек балуаны аттың ерінен шығып мойнына қарай қысып кетсе де серкені бермей командалық әріптесіне ұзатып жіберген. Көрдіңіз, қараңызшы, қалай төрт аяқтап кеп тоқтайды. Шіркін-ай, тізгінді тартқан сол ет орнында қалады ғой. Ойынның 30-ші минуты өтуде. Қырғыз балуандар тағы да серкен тақымға басып алды. Әдемілеп тұрып өз мәрелеріне қарай қазір шабуылға бастайды. Бұл 8-ші нөмірдегі Койчукеев Нұрманбет. Нұрманбеттің тақымында серке. Қай жақпен шабуыл жасасам екен деп ойланып тұрған сәті. Міне бір қорғаушыдан құтылды. Енді ары қарай шаба жөнелуі керек еді, бірақ сәл ғана тізгінді босатуға кішкене қысылып тұрған сияқты ма, қалай өзі. Қазір серкені жақсылап тұрып тақымға басып алды, өзіне қолайлы етіп, артын көтеріп, өздеріңіз көріп отырсыздар. Өзбек балуандарының әзірге ешқайсысы жақындар емес. Міне бір қорғаушы ауысуға кетті. Қасынан қалмайды өзбек балуандар. Қараңыздаршы, командалық әріптестері де оған жол ашуға дайын. 88 болып 2-8-ші нөмірдегі спортшылар Нұрманбет Қойшыкеевтің тақымында болса, Өмірзақ Жомаладдин сол серкені алып қоюға барынша тырысып бағуда. Қазір тым болмағанда ойын алаңның сыртына шығарып жіберсек екен дейтін үміті зор өзбек балуандарының. Мұндай сәттер көп көкпарда. Ал бастады шабуылды. Бағанадан бері кедергісін келтіріп тұрған орынның ішіндегі сол сияқты. Сонымен Койчукеев Нұрманбет жалғыз өзі жеке дара мәресінің үстінде және асықпай кеп тастаған бұл салма айқын салым. Есеп 9-2. Нұрманбет Койчукеев өте тамаша. Астындағы аты Тұман. Тұманның арасынан шыққандай шынымен де қалың доданы қақ жарып өте шықты. Жылдамдығы да керемет екен. Міне шаба жөнеледі осында, барынша жылдамдығын қосып, ауыздығымен алысып, сәйгүлікте мәре сызығының жанына жақындағанда тоқтай қалғанын көрдіңіздер. Серкені бірінші болып білуге 4-ші нөмірдегі Замирұлы Таштемір бекінгенімен жасаған әрекеті нәтижесіз болды. 11-ші нөмірдегі Салим Собиров қазір серкені тақымға басып алуға барынша тырысқан және басып та алды. Бірақ сүйреп серкені ойын алаңының сыртына шығарды қырғыз балуандары. Жанкүйерлер, сіздердің назарларыңызда жалпы осы ойынды тамашалауға Тәжікстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келген арнайы елорданың қонақтары бар. Көкпар десе ішкен асын жерге қояр азаматтар Қазанат атшабарында күнде. Сондықтан құрметті көрермен, сіздерді де елорданың желкесінде орналасқан атшабар күнде күтеді. Таң сағат 9-дан бастап тартысты бәсекелердің куәсі боласыздар. Хилестің ақ тұяғымен ақтанауы желбіреп, ойынның 37-ші минутында жекпе-жек сайысында бақ сынауда. Урмат Раушанұлы қазір серкен жерден көтерді. Енді жақсылап тұрып тақымға басып алады әдеттегідей. Енді қазір артын көтеруге тиіс серкенің. Қараңыздаршы, қандай тартысты бәсеке. Міне командалық жүйе, командалық жұмыс
Урмат Раушанұлы қамшыны сауырға басқан зыл еді. Оқ бойы озып алға шығып кеткенін көрдік Ахиллестің. Сонымен мәреден айналып барып салым салуға бекінген сияқты және жалғыз өзі. Бұл әрине айтпаса да түсінікті салым. Комбинация деген осы, құрметті көрермен. Бұл салымның авторы Урмат Раушанұлы, Қырғызстан Республикасының ойыншысы. Ойынның 38-ші минутында есепті 10-2-ге жеткізіп отыр. Қырғыз құрамасының қоржынында 10 салым бар. Өзбектер енді ойсырай жеңілді. Дегенмен тегеурінді қарсылық таныта білген. Бастапқы 6-шы минутта салынған салым құртты бәрін негіз. Сонымен Урмат Раушанұлының бұл кезекті салымының куәсі болып отырсыздар. Аттың басын бір айналдырды, жекедері қалып кетті. Жекедері қалып кетуіне себепкер болған ол әрине өзінің командалық әріптестері екені айдан анық, құрметті көрермен. Ну и мне кажется, Кайырхан, что здесь Урмат больше даже не думал не как о самом забитом голе, но о том, чтобы его Ахиллес не состоялся, чтобы он все-таки хищник, конь-хищник, и он чувствовал победу, чтобы он был всегда в тонусе. И поэтому, когда вот немножко прошло времени, выждал Урмат Раушанұлы и на своем Ахиллесе доблестно забил 10-й гол против сборной Узбекистана. Ойынның ең соңғы минуты, құрметті көрермен, ортада жекпе-жек сайысы Урмат Раушанұлы мен Захитжон Букибаевтың арасында. Тағы да Урмат Серкені тақымға басып алды. Шабуылға шығар ма екен, әлде командалық әріптесіне Серкені ұзатып сала бере ме? Көрейік. Тіпті уақыт ұстауға да мүмкіндік бар. Жоқ, шабуылға шығуға барынша бекінген екен. Командалық әріптесіне Серкені ұзатуға мүмкіндік болғанымен Мелісбекұлы Нұржанға ұзатып берді. Мелісбекұлы Нұржанның тақымында Серке, астындағы аты Сұңқар. Мелісбекұлы Нұржан жалғыз өзі Серкені тақымдап, мәре сызығының үстінде және соңғы секундтар бәсекенің бұл салым. Өте тамаша. 40 минут аяқталды. Бұл салыммен Нұржан Мелісбекұлы Қырғызстан Республикасының белді ойыншыларының бірі. Осылайша, құрметті көрермен, Қырғыз Республикасының құрама командасы мен Өзбекстан Республикасының құрама командаларына берілген қос тайм аяқталды. Есеп 11-2 Қырғыз құрамасының жігіттері алды. Отжарать Кыргызстан. Ну, вы сами были свидетелями, уважаемые друзья, как Кыргызстан преподнес очередной мастер-класс очередной команде, на этот раз сборной Узбекистана. Счет говорит сам за себя, и поэтому, я думаю, здесь обижаться узбекским кокпаристам не на что, потому что, на самом деле, класс игроков из солнечного Кыргызстана на порядок выше. 11-2. В любом случае, отдадим должное узбекским кокпаристам, потому что они сражались, они пытались навязать свою борьбу, где-то это им удавалось, но здесь вы видите, что кыргызы раз за разом из любых ситуаций вытаскивали Серке и бежали, скакали точнее к воротам. Вот видите, какие разные, но это не засчитаны, вы сами уже понимаете, те, кто следит за событиями чемпионата мира на телеканале Каспорт. Ну и слышим мы за кадром болельщиков Кыргызстана, которые поддерживают тем самым своих любимчиков. Ну и вот 9-й номер. Нет, все-таки другой, это 12-й номер сборной Кыргызстана. Сейтбек Анарбекулы был. И вот одна из таких вот редких атак сборной Узбекистана, которая увенчалась успехом. Не часто били они по воротам, и тем не менее есть у них результат. 2 гола они сумели забить в свои ворота.
точнее в свою копилку. Еще раз напомню вам, уважаемые друзья, что дебютный чемпионат мира по Кокпару проходит в Астане на стадионе Казанат, на ипподроме Казанат, и до 27 августа есть большая возможность как посмотреть вживую игру кокпаристов, так и в эфире телеканала Каспорт, несмотря на максимум событий на нашем телеканале. Это универсиада и чемпионат мира по борьбе, будет скоро чемпионат мира по боксу. Уважаемые друзья, хотели бы вам выразить свою большую благодарность за то, что были с нами все это время, за то, что болели за красивый Кокпар. Ну, мы с вами на этом прощаемся. Режиссер трансляции Руслан Даулетов. Ну и с вами работали ваши комментаторы Аян Тулеген и Кайрхан Маулен. Оставайтесь вместе с нами, следите за эфиром телеканала Каспорт и занимайтесь спортом. До скорой встречи, друзья. Қатты алыңыздар, туғандар, қатты алыңыздар.